Кезінде Қосанопшы болған. Қосановтың шашбауын көтеріп, тұтас қазақ халқының үмітін алдаған. Одан кейін қаңтарда биліктің қазаққа атқан оғы дұрыс болды. Бұл қазақты сөйтіп қырып ұстау керек деген. Ақорданың қара бұлбұлын жуырда аяқ астынан бүкіл ел боп қолдай қалды. Неге? Ол халықтың құлағына жағатын тағы бір алдамшы, құлақты алдар, көзді алдар сөз айтты. Қандай сөз? Алаяқтықтың 80%-ын намазхандар жасайды деді. Қазақтың біразы өте көп сандысы мынау мың сан жекке, мың сан сектаға бөлінген қазақ қоғамындағы Назарбаев қолдан жасаған сұмдық жүйеге наразы, қарсы. Сөйтті де ол аяқ астынан осы қоғамдағы діни фанатизм мен радикализмге, фундаментализмге, мынау қаптаған қалың деструктивті, бұзғыш, азғындатқыш жаңағы ағымдарға қарсы қауымның жаңағы қолдауына ие бола қалды. Сөйтіп еді, жұрттың бәрі оны батырым деп, арысым деп аяқ астынан шыға келді. Шынында ол батыр ма еді, ол арыс па еді? Батыр болса, арыс болса, қаңтарда қазаққа оқ атқан билікті жақтар ма еді? Демек, ол биліктің қуыршағы. Биліктің қуыршағы. Сондықтан бұл жолғы қолдан жасалған дау енді белгілі бола бастады. Бұл белгілі бола бастағаны қазақ қоғамын екіге жіктеу, діндарлар менен дінге шамалы қарайтындардың ортасына от салу, тұтас қоғамда ең өртенетін, ең сұмдық дауды қолдан қозғау, назарды басқаға аудару. Ал назар әсілі қайда ауып кетуі мүмкін еді мына тақырып болмағанда? Назар Қытай мен қазақ ортасындағы теңсіз келісім шарттарға ауып кетуі бек мүмкін еді. Яғни билік өздерінің қазаққа жасаған қиянатын біліп отыр. Бұл зұлымдықты біліп отыр билік. Өздерінің сатқын тірлігін, опасыз тірлігін, ұлтқа жасаған зұлымдығын біліп отыр. Және бұл Қытай менен екі ортада жасалған бұл келісім жай Қытайдан келген 500 миллион қазақтың мүддесін сату емес. Ол бүкіл Қазақстан халқының мүддесін сату. Яғни енді Қазақстанның жеке азаматтарының жеке ақпараты кез келген қазақтың Қытайға беріледі. Сенің бүкіл ақпаратың Қытайдың қолында. Бүкіл интернетің Қытайдың қолында еді. Бүкіл көшен Қытайдың сергек камерасы еді. High Vision камерасы. Бүкіл сенің интернет роутерің Қытайдың Huawei болады. Енді сенің бүкіл жеке ақпаратың Қытайдың қолында. Енді ары қарай сен Қытайға қарсы алайып қойсаң, мына қаптаған визасыз келісіммен келген миллион Қытайға сен алайып қойсаң, қылмыскер боласың. Қылмыскерді Қытай бізге бер дейді, қазақ қол аяғыңды матап береді. Бұл Қазақстанның өзінде туып өскен қазаққа да істеліп отырған қиянат. Енді қара. Одан кейін қос азаматтықты анықтау туралы келісімді мәжіліс қабылдап қойды. Енді Тоқаев қол қойса, Сенат қол қойса бітті. Ал қос азаматтық деген ол жаңағы 500 миллион Қытайдан келген қазаққа қатысты. Қысқасы, енді сол Қытайдағы геноцидті дүниеге әшкерелеген кім? Қытайдан келген 500 миллион қазақ. Енді осы 500 миллион қазақ Қытай қынадай қырып, қазақты, ұйғырды, қырғызды, өзбекті қырып жатқанда кім дүниеге ең көп ақпарат берді? Осы 500 миллион қазақ. Шықты да мен бәлен, менің ағам аты түген уақытта, түген жерде, түген жаламен, түген жерге, түген жылға сотталды деп шықты. Бүкіл дүниеге видео тестимони деген осы күресу форматын біз жасап шықты. Сонымен бұл әлемдік модыға айналды. Сөйтіп Қытай концлагерін тоқтатуға мәжбүр болды. Енді осы 500 мың қазақ Қытайдағы 5 миллион қазақтың қорған екенін Қытай біліп, енді осы қазақты қос азаматтық деп қазақтың сатқын билігінің қол арқылы Қытайға қайтартуға мүмкіндік алып отыр. Енді осыны бүкіл қазақ қоғам болып талқылап кетпес үшін қайтеді? Кезіндегі Қосановтың шәкіртін, Қосановтың жаңағы жақтаушысын, қаңылтыр кеуделі орданың бұлбұлын сахнаға шығарып қояды. Ал сол кезде молдекеңдер, жаңа діни фанаттар атып шығады. Қытайда қазақ қырылып жатқан кезде ол молдекеңдер үндемей қалады.
Жаңа өзенде қырғанда үндемей қалады. Жерді Қытайға сатқанда үндемей қалады. Ал молдекеңдер енді осындай кезде шыны бар, өтірігі бар, бәрі 80%-ның дауына білек сыбанып кіріседі. Мақсат не? Мақсат қазақ қоғамында мына биліктің сатқын келісім шартын талқыламау. Бұл келісім шартты үндемей, ың-жыңсыз өткізіп жіберу. Қазақ қоғамында ана болмайтын, өнбейтін дауға халықты айналдырып қою. Басын айландырып, халықтың бүкіл миы пәңгіріп, соны ғана ойлап қалу. Міне биліктің жоспары. Екіншісі, мынау қоғамда, қазақ қоғамда бір келкелік, бір тұтастықты болғызбау. Қоғам алтыбақан, алауыз қылу. Қоғамда алтыбақан, алауыз қылу неге керек? Билікке керек. Билік сөйтіп қазақты құлданып ұстап отырмақ. Өзінің жаңағы діни саладағы әр сектаның бір секта басы бар муфтиятта ішінде. Олар бай, бақауатты, олардың 4-тен тоқалы бар. Алматы, Астанада коттедждері бар. Тоқалдар Стамбулда, Дубайда, Меккеде, Мединеде өмір сүреді. Балалары шетелде білім алады. Олардың мәселесі шешілген. Ал былайғы діндар қазақ аш-жалаңаш, қара жұмыс істеп, қара қарынның қамы, қара қазанның қамы деп қозып жүр. Қара түнек өмірде жасап жатыр. Тек дін оларға бір рухани тірек, көңілге бір сенім, кем дегенде әйтеу түзу жүрсем, осы Құдайдың сызығымен жүрсем, жәннатқа кірем бе деген үміт. Ал шын мәнінде аталмыш ұстаздар, анау дәу-жиіп мінген рекеттердің, бандиттердің, қылмыскерлердің, анау биліктің жемтіктесі болып тендерді заңсыз жолмен ұтып алатын, сөйтіп шіріп байып жүрген дәу хаммерлер, мініп жүрген сол сұмырайлардың жемтіктесі болып жүрген біздің аталмыш дін ұстаздар кімдер? Олар биліктің жемтіктестері. Олар биліктің жуындысын ішіп жүр. Яғни осы жолғы 80% дауының сыры белгілі болды. Қазақ қоғамын жіктеу, қазақ қоғамының назарын басқаға аудару. Басқа түк емес. Басқа түк емес.